Баршаңызға сәлем. Кір сабын неден жасалады және 72% кір сабынның құрамы қандай? Оның 8 пайдасы туралы айтатын боламын. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Енді басынан алыс сабын ыдысында кір сабын көресіз. Кәдімгі сабынның орнына әртүрлі тартымды және хош иісті жуғыш заттар келді. Әдемі оралған, жарқын және хош иісті дәретхана сабыны көбінесе сапасыз және кейде денсаулыққа қауіпті екенін бәрі бірдей біле бермейді. Кір сабынның қараңғы және ақылды тақтасы керісінше көптеген пайдалы қасиеттерге ие. Кір сабын әртүрлі ластаушы заттармен тамаша күресіп қана қоймай, бұл тамаша дезинфекциялаушы. Дұрыс пайдаланған кезде қайғақты да кетіреді және көптеген гинекологиялық ауруларды алдын алады. Кір сабынмен жуу өте пайдалы, себебі бұл экологиялық таза, табиғи және гипоаллергенді сабын өнімі болып табылады. Құрамына келер болсақ, 72% кір сабыны 72% табиғи май қышқылдарынан және натрий тұздарынан тұратын сабын желімін салқындату арқылы алынады. Кір сабын жануарлар мен өсімдік майларының тек қана табиғи майларынан тұратын әмбебап және гигиеналық өнім. Оларды сабын жасайтын қазандарда ерігенше қыздырады. Содан кейін оларға сода қосылады. Араластырғанда қою қоспа сабын желімі түзіледі. Болашақта ол қалыптарға құйылады, салқындатылады және қатайтылады. Кір сабынның 8 пайдасына келер болсақ, бірінші бактериялармен күреседі. Кір сабын тек мазут, май және бояуды қоса алғанда, ескі ластаушы заттарды жуу және жуудың әмбебап қасиетіне ие емес. Ол антисептикалық қасиеттеріне байланысты ең заманауи жуғыш заттармен және косметикалық өнімдермен сәтті бәсекелесе алады. Кір сабын бактериялардың әртүрлі түрлерімен тамаша жұмыс істейді. Бұл табиғи құралды әртүрлі заттармен байланыста болғаннан кейін қолды жуу үшін қолдануға болады. Ортақ пайдалану немесе құмсалғышта ұзақ серуендеуден кейін. Сабын ерітіндісін мезгіл-мезгіл гигиеналық құралдармен өңдеуге болады. Мысалға, тіс щеткасы, тарақ, аяқ киім. Кір сабынмен сіз пәтерді тазалауға жүзеге асыра аласыз, әсіресе үйде үй жануарлары болған жағдайда. Екінші, ағартқыш қасиеті бар. Көптеген үй шаруасындағы әйелдер ашық түсті шұлық пен іш киімді жуу үшін кір сабын пайдаланады. Өйткені сабын керемет ағартқыш қасиетке ие. Оның көбігі көптеген органикалық ластаушы заттармен тамаша күреседі және ол матаға зиян келтірмейді, киімді созбайды және негізгі түстерді тоттандырмайды. Маңыздысы, тіпті балалардың киімдерін сабынмен жууға болады. Ол нәзік теріні тітіркендірмейді және ешқандай аллергия тудырмайды. Үшіншіден, кір сабын ыдыс жууға арналған қауіпсіз жуғыш зат. Көптеген заманауи жуғыш заттар бар. Соның ішінде ыдыс жууға арналған. Бірақ өкінішке орай, олардың барлығы өз міндеттерін орындай бермейді. Олардың көпшілігі нашар майсыздандырылған, ал өнімнің өзі денеге зиянды химиялық қоспалар болмауы үшін ыдыс аяқтан өте ұзақ уақыт жуылуы керек. Мұндай өнімдерден айырмашылығы, кір сабын кез келген кірді тамаша жуады және сумен оңай жуылады. Төртіншіден, емдік қасиеті бар. Кір сабын тек табиғи ингредиенттерден тұрады. Соның арқасында емдік қасиеттері бар. Ол көптеген вирустық ауруларға, соның ішінде тұмауға қарсы профилактика ретінде қолданылады. Көз, қыс және көктемнің өтпелі табиғи кезеңдерінде кір сабын жиі пайдалану керек. Қолыңызды жуыңыз және бетіңізді жуыңыз. Оның емдік қасиеттері сізді жұқпалы аурулардың дамуынан немесе одан әрі таралуынан қорғайды. Жуған кезде мұрынға көбік түсуден қорқудың қажеті жоқ. Бұл өте пайдалы көбік. Ол мұрынның қабырғаларын дезинфекциялайды және вирустың дене арқылы одан әрі қозғалуына жол бермейді. Екінші, ағзаға пайдасы. Кір сабынмен жуу өте пайдалы, әсіресе 72%. Барлық артықшылықтардан басқа, сабын папилломалардан күресудің ерекше қасиетіне ие. Олардан мүмкіндігінше тезірек құтылу үшін оларды сабынды сумен үнемі емдеу керек. Жуғыш зат тек гигиенаны сақтау үшін ғана емес, сонымен қатар
көптеген тері ауруларын емдеу үшін де теріге пайдалы. Ол аяқтың саңырауқұлақ ауруларын емдейді, іріңді жараларды, соның ішінде гангренаны тазартады. Сонымен қатар әртүрлі ауырлықтағы күйіктерге қолданылады. 6. Бетке пайдасы. Көптеген адамдар кір сабынмен жуу пайдалы ма және онымен жасөспірімдегі безеулерден құтылу мүмкін бе деген сұрақ қызықтырады. Сабынның бірегей қасиеттері сізді тітіркендіргіш және бүлінуден құтқара алады. Сыртқы түрі безеу. Табиғи сабынмен үнемі жуу кез келген тері бөртпелерін, соның ішінде безеуді ұмыту мүмкіндік береді. Кір сабынның тазартқыш және жараларды емдейтін қасиеттері бет терісінің көптеген кемшіліктерімен сәтті күреседі. Қабынуды жеңілдетеді және патогендік микробтарды жояды. Майлы тері үшін бетті кір сабынмен жуу әсіресе пайдалы. 7. Шашқа пайдасы. Табиғи жуғыш затпен тек шомылу ғана емес, сонымен қатар онымен шашыңызды жуу да пайдалы. Бұл тітіркендіргіш қайызғақтан құтылады, бас терісі мен шаштың майлылығын азайтады. Сонымен қатар кез келген пилингті жояды. Табиғи ингредиенттер шашты сапалы түрде тазартып ғана қоймайды, сонымен қатар оның сау көрініс береді. Сабынның құрамында сілті бар екенін ұмытпаңыз, және одан максималды пайда алу және бұйраларыңызға зиян келтірмеу үшін негізгі жуудан кейін шашыңызды аздап лимон шырыны немесе сірке суымен сұйытылған сумен шаю керек. Осыдан кейін шаш тегіс, жібектей, мойынсұнғыш болады, жақсы таралады және ұзақ уақыт майланбайды. 8. Интимдік гигиена үшін жақсы. 72% кір сабынының пайдалы қасиеттері гинекологияда жиі қолданылады. Бактерицидтік әрекетінің арқасында ол қысқа уақыт ішінде көптеген әйелдер ауруынан, соның ішінде молочницадан құтылуға көмектеседі. Мұны істеу үшін күніне бірнеше рет жылы су сабынды сумен жуу керек. Сабын ерлердің интимдік аймағына да бірдей пайдалы. Жыныс аймағындағы сабын көбігімен тұрақты гигиена тазалықты ғана емес, сонымен қатар ықтимал аурулардың қажетсіз белгілерін болдырмайды. Сіздерге ақпараттарым пайдалы болса, каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.